Армысыздар, қадірменді отандастар. Украинадағы соғыс майданында, Ресей жағында соғысқан жүздеген қазақстандықтар қырылып жатыр. Бұл туралы жуырда Украина үкіметінің «Тірі қалғым келеді» жобасы нақты мәліметтер келтірді. Тағы мыңдағаны әлі де соғысып жүрген болуы ықтимал. Астана ресми түрде бейтарап ұстанымда екенін мәлімдеп, өзге елдердің қақтығыстарына қатысқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертіп келе жатса да, бұл деректер жаңа сұрақтарды тудырды. Қазақстандықтар кімдер және не үшін соғысқа кетіп жатыр? Джакишевтің жақтастары барлық ақпаратты аша салды. Халқым, біз Тоқаевтың Ресейге қалай әскер жіберіп жатқанын ашып жібереміз. Ал сіздер Джакишевті қолдасаңыздар, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. Анашым, мен 10 күнге орманға кетем, байланыс болмайды. Түркістан облысының тумасы, 26 жастағы Сүндет Пернебек өткен жылы Ресейге жұмыс іздеп кеткен. Оның әкесі Бауыржан Пернебек ұлының содан бері көзге түспегенін айтады. Қаңтар айында Сүндетпен байланыс үзілді. Бұған дейін ол ата-анасына үнемі хабарласып тұрған. Подмосковьеде өндірісте жұмыс істеп жүргенін айтқан. Соңғы рет анасына қоңырау шалғандағы сөзі көңілсіз болған. Ол анасына, анашым, мен 10 күнге орманға кетем, байланыс болмайды. Жер нашар, алаңдамаңыздар, мен үшін дұға етіңіздер, деген. Содан кейін үнсіз қалды, дейді Бауыржан Пернебек. Қазан айының ортасында украиналық «Тірі қалғым келеді» жобасы Ресей жағында соғысып қаза болған қазақстандықтардың тізімін жариялады. Сол 270 адамның арасында қатардағы жауынгер Сүндет Пернебектің де есімі бар еді. Отбасы Сүндеттің мәйітін ала алмады. Туыстары оны жер қойнына тапсыра алмаған күйе жаназамен жетісін өткізген. Біз ол жаққа бара алмаймыз. Тірі ме, өлі ме, нақты білмейміз, дейді әкесі Азаттық радиосына берген сұхбатында. Туыстармен ақылдасып, жаназа оқытып, жетісін өткіздік. Бауыржан Пернебек баласының Астанада жұмыс істеп жүргенін, кейін бір танысы оны Ресейге бірге кетуге үгіттегенін айтады. Жүр, Ресейге барайық, тойға ақша табасың, депті. Біздің ол қарапайым, адал еді, жаман ойы жоқ болатын. Сөйтіп Ресейге кетіп қалды, дейді ол. Сүндеттің Ресей қорғаныс министрлігімен қашан келісімшартқа отырып, соғысқа аттанғаны белгісіз. Ол жоғалған соң отбасы полицияға және Қазақстанның Ресейдегі елшілігіне жүгінген. Дипломаттар ақпанда Ресейге ресми сұрау салғанын, бірақ содан бері еш жауап болмағанын айтқан. Тек «Тірі қалғым келеді» тізімі шыққаннан кейін ғана олардың ұлының аты белгілі болды. Мен үмітімді үзбеймін. Себебі денесін көрмедім, жерлемедім. Мен әкемін, Алладан ғана үміт етем, дейді Бауыржан Пернебек. Сүндет Пернебек секілді оның жерлесі әрі құрдасы Шоқан Қали де Украинада қаза тапқан. Ол да Ресейге еңбек мигранты ретінде барып, соғысқа тартылған. «Тірі қалғым келеді» жобасы деректеріне сүйенсек, Қали ефрейтор шенінде болған. Джакишев тілшілері Ресейде бірге жұмыс істеген оның танысы Тұрар Сәкенмен сөйлескен. 2 айдай Псков облысы, Великие Луки қаласындағы ет комбинатында бірге істедік. Кейін ол үйге қайтам деді. Содан кейін көрмедім. Әскери киімдегі суреттерін көрсетіп, спецназда болдым деген. Кейін қаза тапқандар тізімінен оның атын көргенде таңғалдым, дейді Сәкен. Ол 21 наурызда қаза болған. Мен сол айда Қазақстанға қайттым. Россия қазақстандықтарды вербовка жасауды күшейтті. «Тірі қалғым келеді» Украинада 2022 жылдың қыркүйегінде қолға алынған гуманитарлық бастама. Ол соғыстан бас тартқысы келетін ресейлік әскерилерге тұтқынға беріліп, өмірін сақтап қалуға және Женева конвенциясына сай адамгершілікпен қарауға мүмкіндік ұсынады. Кейін бұл жоба соғыста қаза тапқан, тұтқынға түскен немесе із-түссіз жоғалған ресейлік және шетелдік сарбаздар туралы ақпарат жариялайтын дерек көзіне айналды. 2025 жылдан бастап жоба шетелдік жалдамалар туралы деректерді де жинай бастаған. Жобаның үйлестірушісі Виталий Матвиенконың айтуынша, олар тізімдерді Ресей қарулы күштеріндегі дерек көздерден, ашық базалардан және туыстардың өтініштерінен алады. 2025 жылғы сәуірде жарияланған тізімде Ресей жағында соғысып жүрген 661 қазақстандықтың аты аталған. Шілдеде тағы 529 адам көрсетілді. Қазанның ортасында «Тірі қалғым келеді» жобасы 270 қазақстандықтың қаза тапқаны не із-түссіз жоғалғанын хабарлады. Матвиенконың сөзіне қарағанда, ресейлік армияда қызмет етіп жүрген қазақстандықтардың нақты саны бұдан бірнеше есе көп болуы мүмкін. Біздегі деректер бойынша 2025 жылдан бері Ресей қазақтарды соғысқа тарту қарқынын арттырып келеді, дейді ол. Украинадағы «Табайын хошу найти» жобасына Қазақстаннан ай сайын 50-ден астам адам хабарласады. Олар жоғалған туыстарын іздейді. Бұл тек тіркелгендер ғана, көптеген адам өз мекенін көрсетпейді. Матвиенконың айтуынша, сәуірдегі тізімнен кейін Қазақстанның Украинадағы консулы Бауыржан Бегәлімов тұтқындарға қатысты штаб өкілдерімен кездесу ұйымдастырған. Штабтың хатшысы генерал Дмитрий Усов Қазақстан азаматтарының соғысқа қатысуына байланысты бар деректі табыстады, дейді Матвиенко.
Ал қазақстандық дипломаттар ресми Астана мұны мұқият бақылап, жалдамалар ісін тексеріп, азаматтар арасында түсіндіру жұмысын жүргізетінін мәлімдеді. Көп ұзамай Қазақстанның ішкі істер министрлігі бөтен елдің соғысына қатысу қылмыс екенін еске салды. Қылмыстық кодексте шетелдік қарулы қақтығыстарға қатысу және жалдамалық деген екі бап бар. Алайда бұл баптар бойынша қозғалған істердің саны шынайы ауқымды көрсетпейді. 2025 жылдың тамызына дейін 98 іс қатысу және тек 5 іс жалдамалық бабы бойынша тергелген. Бақтада мұндай сот істері аз. Мәселен, жуырда Алматыда атышулы Вагнер жеке әскери компаниясының бұрынғы мүшесі Тимур Пралиев 5 жылға сотталды. Ол Донбаста соғысқаны үшін айыпталды. Сондай-ақ Атырауда бір азамат Украинада әскери дәрігер ретінде қатысқаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Тірі қалғым келеді жобасының есебі бойынша Ресей жағында соғысқан қазақстандықтардың жалпы саны 1000-нан асқан. Қазақстанда кімдерді вербовка жасап жатыр? Белгілі журналист, Просто журналистика НД арнасының авторы Лұқпан Ахмедияров бұл тақырыпты жиі көтеріп жүр. Оның айтуынша, Ресей жағында соғысып жүрген қазақстандықтарды 3 топқа бөлуге болады. Бірінші топ ресейлік насихатқа сеніп, идеялық тұрғыдан соғысқа кеткендер. Олар соғыстың алғашқы айларында кетті. Екінші топ ақша табу үшін соғысқа аттанғандар. Үшіншісі Ресейге жұмыс іздеп барып, алданған немесе уәде етілген жалақы мен әлеуметтік жеңілдіктерге қызыққандар. Қазақстанда Ресейде жұмыс, вахта мен жоғары жалақы деген күмәнді хабарландырулар көп. Адамдар соған сенеді, дейді Ахмедияров. Сәуірде мен осындай жағдайды жаздым. Ресейге жұмысқа кеткен қазақстандықтарды келісімшартқа қол қоюға мәжбүрлеген. Олардың бірі қазақ тілінде ғана сөйлейтін жігіт. Ол ресейлік телеарнада көрмейді, бірақ ақша іздеп барған. Журналист Кубада болған оқиғаны еске салады. 2 ресейлік әйел жергілікті тұрғындарды әскерге жалдаған, олардың орыс тілін білмейтінін пайдаланып. Қазақстандықтармен де осындай жағдай болуы мүмкін. Бірақ тірі қалғым келеді. Тізіміндегі 270 қаза тапқанның көбі орыс текті адамдар екені байқалады, дейді Ахмедияров. Демек, олардың көпшілігі қайда және не үшін бара жатқанын жақсы білген. Оңтүстіктің Пушка оғы. Ахмедияровтың пікірінше, қазақстандықтар мен өзге де орталық азиялықтар Ресей әскерінде ең қауіпті рөлде жаяу шабуылдарда қолданылады. Қазіргі соғыста дрондар мен артиллерия басты құрал болғандықтан, тәжірибесіз адамдардың тірі қалу мүмкіндігі өте аз. Қазіргі соғыс технологиялық соғыс. Онда жоғары дайындық қажет. Ал біздің азаматтардың көбі, қарапайым жұмысшылар, әскери білімі жоқ. Оларға тек автомат ұстатып, ана жаққа жүгіруді үйретеді, дейді ол. Тірі қалғым келеді. Жобасы да осыны растайды. Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан азаматтарын ет шабуылдарына пайдаланады. 2025 жылғы шілдедегі баяндамада жоба бұл құбылысты Ресейдің орталық Азия елдерінің ішкі ісіне араласуы және олардың адами капиталын қасақана жою деп атаған. Ресей өз шығынын толтыру үшін өзге мемлекет азаматтарының өмірін арзанырақ, біреттік ресурс ретінде жұмсап отыр, делінген мәлімдемеде. Алайда бұл үндеуге аймақ елдерінің басшылары үн қатқан жоқ. Астанада, Бішкекте ресми түрде бейтарап саясат ұстанып отыр. Себебі олардың Мәскеуге экономикалық және геосаяси тәуелділігі жоғары. Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан экономикасы Ресейдегі еңбек мигранттарының ақша аударымына тәуелді. Сол себепті олардың билігі өз азаматтарының соғысқа тартылуына мардымды реакция білдірмей отыр. Осы айда Варшавада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында қырғыз журналисті Әділ Турдукулов орталық Азия елдерінің басшыларын бұл мәселеге назар аударуға шақырды. Көптеген азаматтар қаза тапты, жүздегені тұтқында, біразы хабарсыз кеткен. Бұл кездейсоқтық емес, насихат пен экономикалық қысымның және биліктің үнсіздігінің салдары, деді ол. Азаматтардың өмірін сақтау, биліктің конституциялық әрі халықаралық міндеті. Бөтеннің соғысына қатысу аймақтың бейтарап мәртебесін бұзып, бүкіл орталық Азияны қақтығысқа тарту қаупін тудырады. Ресми дерек бойынша, Украинадағы Ресей қарулы күштерінің қатарында орталық Азиядан шыққан шамамен 20 000 адам соғысып жүр.